Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Кішкентай бүлдіршіндерге арналған диадеманың жасалу жолын көрсететін боламын. Менің арнамды жоғалтып алмасы үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бізге қажетті заттар. Ең алдымен бізге осындай екі түрлі қайшы керек. Тырнақ алатын қайшы ол міндетті түрде қажет. Фетр матасынан қалың түрі және ободок. Егер түсі ақ болмаса, ақ лентамен қаптап алуымызға болады. Егер басқа түстер жасап жатсаңыз, оның да түсін өзгертіп алуға болады. Осындай померан қағазы қажет болады бізге. Сонымен қатар бізге үкі, жарты моншақтар, әртүрлі стразадағы тастар, ыстық клей, қалам қажет болады. Ең алдымен үлгімізді фетр матасына түсіретін боламыз. Бүлдіршініміздің басы кішкентай болғандықтан соңғы екі бөлшектері қажет емес. Бұндай үлгілерді кез келген фурнитура сататын дүкендерден таба аласыз. Камерада сіздерге анық көріну үшін мен ручканы қолдандым. Осылай етіп түсіріп аламыз, енді қиятын боламыз. Енді кішкентай қайшымызбен осылай ортасындағы бөліктерді қиып шығамыз. Маған осындай кішкентай қайшымен жұмыс істеген өте ыңғайлы. Егер сіздер канцелярский пышақпен де қолданып қиюларыңызға болады. Ортаңғы бөлігін қиған жоқпын, осы жерге әдемілеп тас жабыстырамын деп шештім. Сіздер ортаңғы бөліктерін қиып тастауларыңызға болады. Енді осыны померан қағазына түсіреміз. Мендегі померан қағазы кішкентай болғандықтан жарты бөліктен екі бөліп жасайтын боламын. Енді осы бөліктерімізді ыстық клеймен бір-біріне жабыстырып шығамыз. Алдыңғы жағынан артық жерлері шығып тұрған болса, осылай қиып тастаймыз. Енді ыстық клеймен әртүрлі моншақтар тастарымызды өзіміздің фантазиямызға байланысты жабыстырамыз.
Міне менің ойыншықтардың барлығын жабыстырдым. Енді үкісін жабыстырамыз. Артқы бөлігіне ободокты жабыстыруыңызға болады, немесе резинканы жай болмаса лентамен де қойып қоюыңызға болады. Мен бұл диадемамның артқы бөлігіне ободокты жабыстырдым. Міне осындай болып шығады. Ұнаса керектеріңізге жарасын жасап көріңіздер.